Сәлем, менің жанымда тұрған менің қазақ тілін үйреніп жүрген студентім Жофия. Сәлеметсіздер ме? Жофия, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Менің атым Жофия Сираки. Мен Мажарстаннанмын. Мен мажар тілі мұғаліммін. Қазір мен Астанада, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетте жұмыс істеймін. Қазақ тілін үйренудегі себебіңіз айта кетсеңіз. Менде университетте орыс немесе қазақ студенттерім де бар. Сондықтан мен ойымша қазақ студенттермен қазақша сөйлеу керек. Және мен қазақ тілді жақсы көремін. Қазақ тілін үйрену сізге қиын емес па? Қиын емес, себебі қазақ грамматика, мажар грамматикаға ұқсайды. Сондықтан менің ойымша қазақ грамматика өте жақсы грамматика. Өкінішке орай менде өте көп жұмысым бар, сондықтан бос уақытым өте аз. Менде үлкенірек мәселе сөздерді. Сөздерді жаттау ма? Бірақ соған қарамастан сіз уақыт тауып қазақ тілін үйреніп жүрсіз. Меніңше сол маңызды. Иә. Сізге Қазақстан ұнап жатыр ма? Қазақстанда тұру қалай сізге? Менің ойымша Қазақстан өте жақсы жер. Мен қазір Алматыда екінші рет. Өте әдемі, өте көк қала. Бірақ мен басқа қазақ қалаларда де болдым. Бұрын Таразда, Қарағандыда, Бурабайда де болдым. Қазақстанда табиғат өте әдемі. Рахмет. Таулар, Алматыда өте үлкен таулар бар. Мажарстанда де бар таулар, бірақ кішкентайырақ. Жақсы. Рахмет, Жофия. Сізге рахмет. Жалпы біз 1,5 жыл көлемінде Zoom, яғни онлайн түрде сабақ өтіп келе жатырмыз, бірақ сізді жүзбе-жүз көргеніме өте қуаныштымын. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.